Итак, достар, барлықтарыңызға сәлем. Қазір таңғы сағат 8:30. Мен қазір плаванияға бара жатырмын. Одан кейін менде курс. И потом салонға барамын. Өстіп киініп алдым. Мына купальниктерім бар. Итак, біз Риксіз отеліне келдік. Подвалға түсеміз, бассейн сияқты. Достар, бір купальник киіп алдық. Спинде мынандай халат, еще басымызға ғана киетін. Мына жерде бізден басқа ешкім жоқ. Мына жерде прям ыстықтан, пары сияқты, чтобы бассейнге түсу оңай болу үшін. Итак, достар, біз шомылып жүрміз әлі. И біз лимонад заказ бердік. Шөлдеп кеттім қатты. Түрімде біріп кетті. Өте күшті неғып жүргенде 1,5 сағат болды. Қазір мен салондамын. Салоннан шығып маманың магазиніне барам. И сосын класстас қыздарымызбен тамақтануға барамыз. В общем, маған ару келді. И қазір біз неге тамақтануға бара жатырмыз. Итак, мен қазір таңғы асымды ішіп отырмын. Жеңгем тез жұмыртқа мен сосиска қуырып берді. Мен қазір курсқа кетіп баратырмын. Түскі сағат 3-те курсым. Дәптерлерімді алып алдым. В общем, достар, бүгін түнгі 2-де Назеркенің туылған күні. Назерке менің бөле сестраңым, бірақ туған сестраңымдай болып кеткен. Вот, мен оған бокс жасадым кішігірім тәттілерден. Мен мынандай фиолетовый коробочка сатып алдым. Еще мынандай бокал. Менде точно такой бокал бар. Бірақ ой кіріп кеткен. Мынандай трубочка. И мына тәттілерді қазір ішіне сыйдырып саламыз. Назеркенің примерно жақсы көретін шығар деген шоколадтарын алдым. В общем, былай қойып шықтым. И мен еще тағы конфеттер алған едім, бірақ олар сыймай қалды. До конца жабылмайды, но ничего, байлап қоя саламыз. Мен былай киініп алдым максимально ыңғайлы, потому что мен сол жақта қонамын. Ол жақта бізде еще тағы бір тетям келді. Вот. Қазір мен күтіп тұрмын басқаларды. Біз бірге шығамыз. Еще бүгін ояқта шашлык. Вот, мен онегде құттықтауға. Қазір еще біз шарик аламыз жолдан. Бірақ машинаға тығып қоямыз оны. Вот, онегде мыналардың бәрін машинадан шығарамыз. Біз плаванияға кетіп баратырмыз. Мама екеуміз. Ой, кеше біз бардық қой. Бізде кеше водная медитация болды. Ал бүгін бізде уже плавание с тренером. Все, біз келдік, киімімізді ауыстырдық. Бізде бүгін махровый халат. Вот. Мама тетті уже шомылға. Біз шомылып болдық, енді парға барамыз. Қатып қалдым. Мынаның іші жылы да, бассейн жақ, а мына жақтарда кондер. Содан кейін жора. Мен қайтам курсқа келдім. Вообще, желанием болмай келе жатырмын негізі, бірақ мен өзім оқимын, өзім жазыламын деп. Кішкентай кезде мама жазса ғана, мама бар деген кезде ғана барады деп. Қазір өзім жазылып, өзім іздеп есейгеннен кейін. Енді, кстати, бағана плаваниядан кейін үйге барып киініп шықтым тамақтан. Потому что курсы менгі сағат түскі 1-де.
Ал плавание азанға сағат 10-да. Мен мына жердегі кофейняда өтеміз сабақты. Жеке өтілетті. Жо, мен салонға келдім. Сабақтан шығып. Қарай скүлзат өте. Итак, достар, мен уже давно салондамын. Біраз нәрсе түсірдім. Мен бұл жақтың инстаграмын мен жүргізем. И біраз видеолар түсірдім. Ертең біз Барби образын жасаймыз. Қазір хит болып жатқан. Негізі бүгін жасау керек болдық, бірақ мен бүгін вообще білмеймін, әлсіз болып шаршап тұрмын, ұйқым қанбады. Вот поэтому ертең жасайық деп шештім. Мен артымыздан подсветка болып тұратын заттарды алып келдім бүгін. Сол ертеңгі образ жасауға, видео түсіруге деп. Вот, и қазір бір жарты сағаттарда қайтамын. Погода тым ыстық, бір пар болады ғой, парға кірген кезде ыстық жер бұж жүреді, дәл сондай болып тұрды. Машинаның іші вообще ужас. Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен осымен видеоны аяқтаймын. Бұл қарапайым күндерім. Ешқандай жаңалық болып жатқан жоқ, ешқайда қыдырып жатқан жоқпын. Білмеймін, бұл видео ұнады ма, ұнамады ма, өте қызық емес видео болып шықты негізінде. Кішкене болсын ұнады деген ойдамын. Сондықтан да қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жібек. И всем пока.